Әкім мырза, бүгінгі Астанадағы СЦК-да өтіп жатқан баспасөз мәслихатына біраз нөкерлеріңізді ертіп келген екенсіз. Біздің есептеуімше 20 шақты адам жүр осы жерде. Соны Жамбылдан сонша адамды алып келудің қажеттілігі қанша болды? Бұл жол пұлы бар, бюджет шығын дегендей жалпы өзі әкімдікте адам қалды ма? Бұлар бәрі сіздің пиарыңызбен айналыса ма? Не үшін осынша адамды ертіп келдіңіз? Осы бүгінгі жиынға. Қысқа жауап берсеңіз. Біздің сұрағымыздан құтқара ма? Рахмет. Өзіңіз білесіздер, қазір бюджеттеу процесі аяқталып жатыр. Сол себептен де отырған қаржы басқарманың басшылары басқада да мен өзім пресс-секретарыма келді. Сол себептен олар енді келіп мына жаққа шақырған себебін келіп көрсін. Қандай проблема көтеріліп жатыр орталықтан. Сол себептен шақырылды. Ол мамандардың бәрдерінің өздерінің сапар бойынша мына жақта министрлік орталықта жұмыстары бар. Сол себептен сол жұмыстармен айналысып, мынау іс-сапарға шақырған жайым бар, мынау СЦК-ға шақырған жайым бар, әрине. Келсін, үйренсін, көрсін, қандай сұрақтар, орталықтан қандай проблемалар көтеріліп жатыр журналистер тарапынан. Сол себептен ешқандай шығын жоқ, ол негізі өзінің жоспарланып қойған іс-сапардары. Қазір осы СЦК-дан кейін бәрдері өзінің арнайы министрліктеріне барып, өздерінің шаруаларын шешетін болады. Рахмет. Екінші сұрақ, Жамбыл облысының Жаңатас Моно қаласында аулалар, жалпы абаттандыру жұмыстары өте нашар деп халық шағымданады. Мысалы, үйлердің ауласында жасалмаған, ескі-құсқы балалардың ойнайтын жерлері де жоқ. Жергілікті халық әкімдікке шықса, олар өздерінің орнында жөндеп алыңдар деген жауап айтқан екен. Тіпті әріптестеріміз жүргізілген сауалнамада өңір халқы, барлығы деп айтпаймын, мен сол маңайда жүргізілген сауалнамада сізді танымайды. Яғни сіз осы облыстың неше ауданы, неше ауылы бар, қанша ауылда аяқпен барып аралап көрдіңіз? Неге халқыңыз сізді танымайды? Сәлематсыз. Енді халық танымайды. Бізде Жамбыл облысында 1.200.000-нан астам адам бар. Мен негізі осы 2 жылдың арасында әр ауданға бірнеше мәртелет бардым. 150, осы жылдың ішінің өзінде де 150 елді мекенде өзім барып аралап проблемаларын көрдім. Жаңатас қаласын айтасыз, о жақта су тасқын проблемалар болған кезде 2 мәрте барып келдім. Су тасқын болған кезде сол күні сол қалаға жолығып, халықпен кездесіп проблема бәрден көрдім. Сол себептен әрине жұмысты тиімділігін арттыру керек. Мейлінше көбірек кездесулер жүргізу керек. Одан басқа жиналыстарда да бар, жүйелі проблеманы да шешу керек. Сол себептен ары қаратай жұмысымыздың тиімділігін арттыратын боламыз.